Сәлем құрметті достар, бүгін біз тағы да лаваш жасайтын боламыз. Бұл жолы табада жасаймыз. Өткен жолы мен духовкада жасаған болатынмын. Осы жолы табада толығымен сіздерге көрсететін боламын. Қараңыздар, өте жұқа және жұмсақ. Толығымен көрсетемін. Ол үшін бізге 2 стакан ұн толтырып прям 2 стакан ұн, жарты шай қасық тұз, 1 ас қасық сұйық май және 1 стакан сүт. Стаканыңызды толтырмай сүт. Сөйтіп біз не жұмсақ емес, не қатты емес, орташа қамыр илеп аламыз. Жұмсақ илесеңіз, нан жайған кезде қиынға соғады, оқтауға жабысып. Қатты қылып илесеңіз, қатып қалады. Сондықтан орташа қылып илеген дұрыс. Міне илеп 20 минутқа тындырып қоямыз. Тағы да илеп, жақсылап тындырып, тағы да 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минут өтті. Енді қамырымызға жгут жасап, кішкене бөліктерге бөліп, жұқпаға дайындап аламыз. Менде 14 бөлік шықты. Менің табамның диаметрі 25 сантиметр. 40 граммнан болды. Әр шаригім. Өстіп мені өлшеп алдым мен. Енді тағы да бір 10 минутқа қойып қоямыз. Енді барлық мынау кішкентай жұқпаларымызды өстіп орташа қылып жайып аламыз. Сөйтіп бәріне май жағып аламыз. Май жағып аламыз. Құрметті достар, каналымызда тек қана қарапайым рецепттер ұсынатын боламыз. Біздің каналымызға жазылып, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Міне, бәрін майлап алдық. Енді ортасына ұн сеуіп, 3-3-тен біріктіріп жайып аламыз. 4-тен 5-тен жаюға да болады. Бірақ мен 3-тен жайып көрсеткім келіп отыр. Сонда тез болады. Оқтауды қатты баспаймыз. Орташа басып, өстіп мына жайып алдық. Енді мына табаға орта отқа пісіреміз. Жаңағы жайып алған жұқпамызды бір-бірін ажыратпай сразу табаға саламыз. Сол кезде мына ыстыққа барғаннан кейін мына өзінен өзі ажырап қалады. Мына видеода көрсеткендей пісіріп алыңыздар. Мына жағы пісті ма, аударасыз да, екінші жағын пісіріп, шетінен ала бересіз. Өте тез. 3-3-тен пісіріп алсаңыз, тез болады. Бір-бірлеп жүрмейсіз да. Осылай жасау жолы өте тез болады. Уақыт көп кетпейді. Бір-бірлеп жаймайсыз, оның үстіне тез піседі. Оның үстіне бұл лавашқа су бір көп қажетті емес. Қазір көрсетем. Міне, бір-бірлеп ажырай береді өзі. Осы лаваштан
Қандай нәрселер жасайсыздар, қандай нелер жасайсыздар, комментарийға жаза кетіңіздер. Донер жасайсыздар ма, тіске басар жасайсыздар ма, неғұрлым қалайша көп қолданасыздар. Мен өте көп қолданам. Келесі видеоларда лаваштан түрлі тіс басар жасауға тырысамын. Міне өстіп тарелкаға салып аламыз да, лавашты, жаңадан піскен лаваш ыстықтай. Өстіп тез салып аламыз да. Бетін салафанмен жауып, үстін орамалмен жауып тастаймыз. Сол кезде қатып қалмайды. Жұп-жұмсақ болып тұрады, әдемі болып. Міне дайын болды. Су бүркудің қажеті жоқ. Міне жұп-жұмсақ, өзіңіз көріп тұрғандай жұп-жұмсақ и жұп-жұқа. Міне өте керемет болады. Жасап көріңіздер. Міне қандай жұп-жұқа, өте керемет. Және резинка емес. Біз сіздермен болған Дәмдес каналы. Сау болыңыздар.